Алматы қаласында жағдайы бар кісілердің өте кемде-кем балдарын қазақша тәрбиелеп жатқан. Сонда ризашылық пенен эмоцияға кетіп қалдық қой. Әлгі жерде көп отбасы жағдайы жақсы болса, балдарын бәрі орысша тәрбиелеп жатыр. Жүрек орысша болса, тіл орысша болса, қазақтан алыс болады. Біздің Қазақстанды құртып жатқан осы тіл мәселесі сияқты. Қарасаңыз, Алматыға келген ауылды жердегілер ешқайсы дұрыс жұмысқа орналаса алмайды. Себебі барлық жерде орыс тілі жүреді. Біздің Алматы басқа қалаларды біле бермеймін, Астанада солай шығар. Бұл орыстың астанасы сияқты. Орысша білгендер жақсы өмір сүреді, орысша білмегендер жағдайлар төмен. Сондықтан шығар халықтың көбісі балдарын бәрі орыс мектебіне береді, орысша садикке береді, бәрі орысша тіл шығады қазіргі уақытта. Осы мәселемен қазақ тіліне жанашыр, елдік сақтап алайық, мемлекет сақтап қалайық дегендер болатын болса, тілменен өте үлкен күрес жүргізу керек. Себебі қазақ тілі барлық тілден басым болу керек. Екі тіл жүру бір мемлекетте мүмкін емес нәрсе. Ол енді әр адам қабілеті бар шығар. Көп адам бір тілді ғана біледі, соның екінші тілді білетін қабілеті бар адамдар 3 тіл білсін, 5 тіл білсін, оған біздің қарсылығымыз жоқ. Бірақ әлгі қазақ тілі Қазақстанда басымдық орнамай, біздің қазақтың өмірі, қазақтың байлары, мықтылары шығу өте аз, кем-дегем. Әрине, орыстан кеткен қазақтар өте көп бай, оны айтып келе жатырмын. Орысша білмеген Алматыда, Қазақстанда үлкен қолжетімділікке, байлыққа жету мүмкін емес. Себебі бәр жерде орыс тілі жүріп тұр. Әрине, болады енді, бірлі жарым, жоқ деп айтпаймыз, ол санаулы ғана. Бірақ басым көпшілігі жақсы өмір сүру үшін біздер қазақ тілін талап етуіміз керек. Мемлекет тарапынан болсын, осы орысша тәрбиелеп жатқан семьяларға болсын, біз айтуларымыз керек, қазақша міндетті түрде білу керек. Өз елінде, өз жерінде, өз топырағында жүріп, қазақ тілін білмеген бұл енді сорақы деуге болады. Бізде ғана шығар мемлекетте, мемлекеттік тілді білмей, мемлекет басына барып үлкен қызметтер жасайтын тек Қазақстан ғана шығар осындай мемлекет. Сондықтан, ал қазағым, қазақ тілін қолдап, барлық жерде қазақшылықты қолға алып, қазақша сөйлеуге талап етіп, сонда үлкен ұйымдар құрылып, құда қаласа, қазақ тілін қалай да көтеруіміз керек. Егер шынымен біз қазақ болса, қазақ ауылды жерлерде біз көтергіміз келетін болса, осы нәрселер бірінші орында тұру керек. Сондықтан тіл мәселесі ең өзекті мәселе Қазақстанда. Байлықтан да, коррупциядан да үлкен тұрған тіл. Тілді біз жеңіп алатын болсақ, әрі бәрі дұрысталады деген ойдамын. Қазағым жасасын, тіліміз қазақ тілі жасасын Қазақстанда.